Ай сайын ұйымдастырылып отырған саяси дебат жобасының тұсауы Тұран университетінде кесілді. Жобада әртүрлі әлеуметтік мәселелер қарастырылып, оларды студенттер өздерінше шешіп көрді. Жас отан жастар қанаты ұйымының қолдауымен жарық көрген жобаның алғашқы қатысушылары болып елордамыздан келген Еуразия ұлттық университеті және қазақ журналистикасының қара шаңырағына айналған қазақ ұлттық университеті. Сонымен қатар Қаныш Сәтбаев атындағы қазақ ұлттық техникалық университеті, сондай-ақ қыздар педагогикалық университеті және оқу орнымыздағы жас отан жастар қанаты ұйымының мүшелері қатысты. Жас отан жастар қанаты Тұран университетінің ұйымдастыруымен өтіп отырған саяси дебат жалпы үлкен ауқымда қалалық деңгейде өткізілді. Бұған дейін қаншама проектілер жас отандары ұйымдастырып жатса да, ешқандай университет алғашқы проектілеріне басқа қаладан студенттер шақырмаған болатын. Біз негізінде дебатер емес, біз бірақ ЕНУ-дың студенттері жан-жақты екенін көрсеткіміз келіп, осы сайысқа келіп отырмыз. Жолда біз өте көптеген қызықтар көрдік, және де осы Алматы қаласына келіп түскен кезде Тұран студенттері бізде өте керемет қарсы алды. Біз күткен атмосфераны олар бізге жайып салды десем болады. Қарсылас командалардың қолданған стратегиясы және де олардың осы жерде өздерінің айтқан талаптары бәрі өте ұнады. Тамаша деңгейде атап айтатын болсақ, Қазақ ұлттық университеті ұнады. Балдар жақсы дайындалып келген, командалары бір-бірі үшін жақсы. Бір сөзбен айтқанда, соңына дейін апаруға дайын. Бұл іс-шараның мақсаты саяси дебат, яғни жастардың саясатқа деген көзқарасын реттеу, қазіргі осы Қазақстанда болып жатқан түрлі оқиғаларға байланысты саяси оқиғалар, әлеуметтік оқиғалар барлығының түпнұсқасын және де оның арасындағы терең мағыналарын ақтару, жастарға жастар тілінде насихаттау болып табылады. Жоба басталғаннан тартысты пікірсайысқа, қызықты ойындар мен көтеріңкі көңіл-күйге, жалынды жастардың керемет күйлері, құлақ құрышын қандырар әсем әндерге толы болды. Жобаға 4 фракция қатысып, Мәреге Казгу университетінің студенттері Узбекалиев Кенбай мен Құлахметов Нұрдәулет жеңіп алды. Қазіргі таңда білім министрінің айтуы бойынша ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыруда осы электрон түрге өтіп. Не үшін? Өйткені қазіргі таңда еліміздің қолмен тағысқан нәрсемен болуының арқасында жемқорлық өршіп жатыр. Алайда Алматы жастары мәрттігін танытып, достықты сақтау мақсатында ЕНУ-дан келген жас отандықтарға алған сый-сияпаттарын табыстады. Ойын тақырыптары да өте тартысты болды. Жемқорлықпен күресу жолдары, қазіргі жастардың дерті және Қазақстан Республикасы үшін мәңгі өмір сүретін тұлғаны көрсету сынды өзекті тақырыптар ойнатылды. Шара өте керемет деңгейде өтті. Жалпы осы қазақ халқының немесе оның ішінде жастарының саяси сауаттылығы қазіргі таңда өте төмен. Және осындай шаралар саясатқа байланысты жастардың білімін көтеруге бағытталған осындай шаралар көп өтсе деп тілеймін. Айтулы жобаға жас отан жастар қанаты басшысы Мәди Ахмет те, Бостандық ауданы әкімдігі жас отан басшылығының өкілі Айзада Аяшева қонақ болды. Дебат ойындары бір популизм үшін емес, құрғақ сөз үшін емес, жаңағы қызыл кеңірдек болып бір-бірімен негізсіз айғайласу үшін емес, бұл керісінше факт негізінде саяси сауатты түрде үздік жаңағы ойындарды, кейстарды біз өзіміздің жұмысымызға, практикалық жұмысқа, жастардың мәселелерін көтеру жұмысына белсенді түрде қатыстыратын боламыз деп ойлаймын. Бұл дебат, саяси дебат ойыны Тұран университеті бұл негізгі базасы болайын деп отыр. Бұл негізгі ерекшелігі басқа университеттерге эстафета ретінде беріліп отырады. Біз енді осы жас отан жастар қанатының Алматы қалалық филиалы болып, келер жылы, волонтерлар жылында осы дебатты, саяси дебатты республикалық деңгейге шығарып, спонсорлардың, демеушілердің көмегімен Қазақстандағы үздік белсенді жас отандықтардың басын қосатын үлкен дебаттық жоба ретінде таныстырамыз, сол деңгейге шығарамыз деп ойлаймын. Жастар жылы қарсаңында өткен шара өз мәресіне жетті. Сіздермен болған Ақниет Аманхан. Біздің каналымызға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.